Сәлем достар, бүгін біз сіздермен балықтың пайдасы жайлы бөлісетін боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Балық көптеген адамдардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Адамдар өзен, теңіз және мұхит, сондай-ақ ақ және қызыл майлы және майлы емес балықтарды, әркім әртүрлі балықтарды жақсы көреді. Адамдар оны кез келген түрінде жей береді. Ол қайнатылған, қуырылған, буланған немесе тұздалған, маринадталған, тіпті шикі балық болсын, өзінің ерекше дәміне байланысты кез келген адамның көңілінен шығып тәбетін ашады. Ет тұтынатындарға қарағанда балық жейтіндер өте көп. Өйткені тіпті ет жемейтін кейбір адамдар балықтың артықшылығы оның етінің құрамында екенін біле отырып, балықты тұтынады екен. Балықтың құрамында А, Д, Е дәрумендері мен кальций, йод, темір, магний, фосфор, селен, мырыш бар. Тауық еті секілді балықтың құрамында да адам ағзасы жақсы сіңіретіні өте жоғары сапалы ақуыз бар. Ол өз кезегінде ағзаға қажетті барлық минералдарды қамтиды. Сонымен қатар балықта ағза жоғары сапалы ақуызға қанығады. Қан ұю функциясы қалыпқа келеді. Қандағы холестеринді төмендетеді. Көру қабілетін жақсартады. Сонымен қатар жүйке жүйесін қалыпқа келтіріп, жатты ұйқыны жақсартатын, тітіркенуді азайтады. Өмір сүру ұзақтығын арттырады. Тері, шаш, тырнақ, сүйек пен тістің жағдайын жақсартады. Зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Сондай-ақ балық жегеннен артық салмақ қосмайды. Тіпті майлы балықтың өзі құрамындағы майлы қышқылдардың арқасында салмақ қосуға ықпал етпейді. Және оны тұтыну арқылы артық салмақпен күресуге болады. Сол себептен диетологтар салмақты тастағысы келетіндерге балық жеуді ұсынады екен. Ал бұл балықтың зияны жақтарына келетін болсақ, егер балықтың өзі зиянды болса, оның құрамында зиянды және улы заттар болса, соның ішінде майлы балық диарея және ішектің қатты ауруын тудыратын қоңыр балық, немесе фугуит балық, кірпі балық, айбалық асқазанды тітіркендіреді екен. Егер балық паразит жұқтыратын болса, балық көп жағдайда адам ағзасында құрттардың немесе басқа да құрттардың пайда болуына себепші болады. Сондықтан оны шикіде емес, пісіріп жеген өте дұрыс. Қақталған балық құрамында қатерлі ісік тудыратын канцерогенді заттардың артық болуына байланысты зиянды деп саналады. Сонымен қатар, егер балық дұрыс сақталмаған болса, балық тез бұзылатын өнім және оны арнайы сақтау талаптарын талап етіледі. Балықтың пайдасы және балықты қалай таңдау керек? Жас балықтың өзіне тән жағымды ерекше иісі болу керек. Бірақ иісі жағымсыз және өткір болмауы тиіс. Егер де мәліметтер ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.